Мен Өтеген ұлы Құрманғазы Ибадуллаұлының туған атасы болам, әйелінің әкесімін. Қазіргі кезде 16 жылға түрмеде отыр. Бұл олардың отырысы енді бұлайында қылмыстық іске жатпайды. Бұл құсекөш қысса ұясын қорғайды, ұясын бұзбайды. Осы шаңырақта қанша халықтың шаңырағын бұзуға келген мынау жоғарғы жаңа лауазымдардың ісімен болған нәрсе. Тыныш жатқан халықты түнгі сағат 5-тен оятып, бүкіл қару жарағымен келіп, орамал жайып, алдында тұрған аналардың орамалын таптап басып өткеннен кейін, аналарын қорлап жатқаннан кейін, қайбір бала болмасын, қандай бір адам болмасын, ол ананы қорғауға, правалы шаңырағын қорғауға ол заңды нәрсе. Осы мәселеменен барып қоздырып, лауазымдардың кесірінен осында жауға душар болып, қазір 4 бала түрмеде жатыр. Алды 18 жыл арон, 16 жыл менің туған күйеу балам Құрманғазы Ибадуллаұлы. Одан кейін Тұяқов Рүстем, сосын Ерғанат, мінеки осылар. Бұлардың негізі түрмеде жатуға ешқандай несі жоқ еді. Бұны сол жаңағы осындай нәрсеге итерген адамдарды апарып, кешегі сот мәселесінде мен өзім болдым. Сонда біз халық болып, осы сол жаңағы пожарныйдың бастығы бар, жаңағы келген АМОНның бастығы бар, осы тағы да басқа сол жұмсаған адамдардың бәрін шақырғанда біреуі де келген жоқ. Біреуі де келген жоқ. Барлығы жібереді, бір адам басқа бір адамдарды жібереді, олар ешнәрсе білмейді, біз білмейміз дейді. Міне сотта. Сондай жағдайдың өзінде қарамай, сот дұрыс шешім қабылдамай, балаларды, жас балаларды бала шағасынан айырып, қазір түрмеде жатыр. Менің күйеу баламның 3 баласы бар. 2 қыз, 1 баласы бар. Әйел жұмыс істемейді. Олар қалай күн көрген? Сол үшін мен қазір осында келіп, сол қызыма қорғаныш болып жүрмін осы жерде. Ал енді бұлай айтып қарағанда, негізгі қай газеттерде оқылғанда, талай газеттерді оқыдым, не алдым? Заң орындары өздерінің шешімдерінен қайтпай отыр. Ол дұрыс емес. Халықтың жаңағы әрбір соттаған баланың отбасының жағдайын келіп көру керек еді олар. Қазіргі кезде біреуі есігін ашып қараған емес. Кімге керек ол? Кімге керек? Өйткені ол жаңағы бұлардың айтқаны мемлекетке қарсы шықты деп отыр. Жоқ, ол мемлекетке қарсы шыққан жоқ олар. Олар өзінің халқын отырған шаңырағын қорғап осындай жағдайға барды. Ал енді жаладан жала жауып, анау милиция орган осылар өртеді дейді. Бірақ соны анық-қанығы соның белгісіз олардың болғаны. Тек жаңағы жүргенде камераға түсіп болған, болды, осы енді бассаған осылар, өртеген осылар деп осы жаланы жауып отыр. Мінекей, әлі соққа дейін біздің неғымыз. Сондықтан біздің сұранатынымыз. Құрметті Назарбаев, басқа кісілер, сол депутаттар анық-қанығын шешіп, біздің балаларымызды, күнәсіз балаларымызды, лажы болса емес, түрмеден шығаруға атсалысса екен.